Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен осындай шайға тіске басатын рецептімен бөлісетін боламын. Жасалуы тез, оңай, ең бастысы өте дәмді. Бар болған сізде 2 жұмыртқа мен 1 стақан айран болса болғаны. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны шағып, оның үстіне тұз, қант және айранды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, қопсытқыш қосып, дайындап қоямыз. Әрі қарай дайын болған массаға ас көкті, ірімшік, кез келген ірімшік қолдансаңыз болады, және ұнды салып, жаймен жұмсақ етіп, қамба илейтін боламыз. Осылай жұмсақ масса пайда болу керек. Сосын ұнымызды молынан сеуіп, үстіне дайын болған қамырымызды басы жақсылап біріккенше илейміз. Тағы да ұнды молынан сеуіп, дайын болған қамырды оқтаумен жая бастаймыз. Міне біздің қамырды жайдық, дайын болды. Қалыңдығы шамамен жарты сантиметрдай болу керек. Әрі қарай жайылған қамырды осылай ортасынан бөліп, өзімізге ыңғайлы формада, яғни осындай ұзын таяқша етіп, кесе бастаймыз. Қамыр жұмсақ болғандықтан ол кішкене жабысуы мүмкін, ол қалыпты. Осылай қамырымызды алдын ала кесіп, барлығын дайындап аламыз. Әрі қарай қызып тұрған майда, орташа отта 2 бетін қызарта қуырып аламыз. Егер қытырлақ болған қаласаңыз, кішкене одан да жұқа етіп жайып, қатты отта қуырыңыз, сол кезде қытырлақ болады. Осылай шетінен таяқшаларымыз қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Мінекей 15-20 минут дегенде біздің шайға тіс басар дайын болды. Ең бастысы жылдам және өте дәмді. Бұл тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және тәттірек болған қаласаңыз, қантты көбірек қоссаңыз болады. Егер рецепт ұнамаса да, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жұлдыз ас болсын.